Аллаға дұға ету деген сөз, оған жалбарынып әр нәрсенің хайырлысын сұрау дегенді білдіреді. Басқа бір адамға дұға ету, ол адамға жақсылық тілеу дегенге саяды. Демек, дұға пенденің Раббысынан жалбарынып сұрауын білдіреді. Олай болса, дұға қабыл болу үшін қандай амалдарды білуіміз керек екендігі жайлы айтатын боламыз. Алдымен арнама тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Ендеше, жасаған дұғасы қабыл болу үшін әр мұсылман дұғаның әдептері мен шарттарын, қабыл болу ықтималдығы жоғары уақыттармен қабыл болуын тосатын кедергілер жайлы хабардар болғаны дұрыс. Дұғаның әдептері. Аллаға мадақ, пайғамбарға оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, салауат айтумен бастап аяқтау керек. Дұғаны кеңшілік кезінде де, қиындық кезінде де қылу. Жанұясына, не мал-мүлкіне, балаларына немесе өзіне қарсы дұға қылмауы тиіс. Дұғаны ақырын дауыспен қылу. Дұға қылғанда Аллаға қатты жалбарыну. Дұғаны қайта-қайта қылу. Құблаға қарап дұға ету. Дұға қылғанда қолды жоғары көтеру. Дұға қылардан бұрын дәрет алу. Дұға қылған кезде Алла тағаладан қорқып жылау. Басқа біреуге дұға қылса, бірінші өзінен бастауы тиіс. Тәубе ету және қақсыз істегендерін қайтару. Өзімен бірге ата-анасына да дұға қылу. Өзімен бірге иман келтірген ерлер мен әйелдерге де дұға ету. Дұғаның қабыл болуының басты уақыттары. Бірінші, қадір түні. Парыз намаздарының соңы. Түннің соңғы бөлігі. Азан мен қамат арасында. Парыз намаздарына азан айтылған кезде, намазға қамат айтылған кезде, жаңбыр жауғанда, жұма күнінің 1 сағаты, зәмзәм суын ізгі ниетпен ішкен кезде, сәждеде жатқан кезде, түн уақытында ұйқыдан тұрып қылған дұға. Дәрет алғаннан кейін, Арафа күні, Рамазан айында, мұсылмандар жиналып Алланы зікір еткен кезде, әтеш шақырған кезде, Зүлхиджа айының алғашқы 10 күндігінде. Дұғаның қабыл болуының ең үлкен маңызды шарттары төмендегідей. Бірінші шарты – ықылас, ынта. Ол, дұға мен оған амалды барлық күмән туғызатын нәрселерден таза орындау, барлық істі бір Аллаға тапсыру. Екінші шарты – ұдайылық. Бұл тек дұғаның ғана емес, ғибадат түрлерінің барлығының да шарты. Ал үшінші шарты – Алла тағалаға шын сенім мен дұғаның қабыл болуына анық сену. Төртінші шарт – дұғаны жүректен шығару, Раббыдан қорқу, Алланың алдындағы мол сауаптан үміт етіп, жазаларынан жасқану. Бесінші шарты – дұғаны нық шешіммен, ыждақаттылықпен, байсалдылықпен тілеу. Мұсылман Раббысына тілеу тілегенде, айнымас нық шешіммен, ынта-шынтасымен беріліп дұға қылуы керек. Дұғаның қабыл болуына кедергі келтіретін нәрселер төмендегідей. Бірінші кедергі – харамға бой алдыру, хараммен жеу, ішу, кию. Екінші кедергі – дұғаның тез қабыл болуына деген шыдамсыздық танытып, ақырында дұғаны тастап қою. Үшінші кедергі – асылық және тыйым салынған істерге бой ұру. Дұғаның қабыл болуына тыйым салынған шектерді бұзып, күнәларға бару кедергі болуы мүмкін. Төртінші кедергі – Алла тағаланың міндеттеген парыздарын орындамау. Құлшылық істерін орындаудың дұғаның қабыл болуының бір себебі десек, керісінше мұсылманға міндеттелген парыздарды орындамау да дұғаның қабыл болуына кедергі болып есептеледі. Бесінші кедергі – күнә қателікте болу не туыстық байланыстарын үзу. Алтыншы кедергі – дұғаның қабыл болуы Алланың хикметімен кешігуі ықтимал. Бұл туралы бір хадисте айтылған. Дұғасы қабыл кісілер, үнемі Алла тағаланы ұмытпайтын кісінің дұғасы. Мазлум, яғни жәбір көрген пенденің дұғасы. Әділ имамның немесе әділ билеушінің дұғасы. 3 адамның дұғасын Алла тағала қайтармайды.
Алланы көп зікір етушінің, жәбірленген жанның және әділ имамның. Кәпір болса да мазлумның дұғасынан сақтаныңдар, өйткені оның дұғасына бөгет жоқ, делінген. Кеңшілігінде де, таршылығында да дұғада болушының. Кім қиыншылық сәттерінде дұғасы қабыл болуын қаласа, кеңшілік кездерде де Алла тағалаға көп дұға етсін деген. Ораза тұтушының, мүсәпірдің, яғни жолаушының. 3 түрлі дұға қабыл: ораза ұстаушының, жәбір шеккеннің және мүсәпірдің. Атаның баласына тілеген тілегі. 3 түрлі дұға қабыл, оған күмән жоқ. Ол мазлумның, жәбір көрушінің, мүсәпірдің және ата-ананың баласына қылған дұғасы делінген. Мұсылманның мұсылманға дұғасы. Бір мұсылман басқа мұсылман бауырына сырттай дұға қылса, періштелер оған сол нәрсе саған да болсын дейді. Тақуалар мен ізгі адамдардың. Ата-анасының қақысына дұға етуші ізгі ұрпақтың. Расында Алла тағала ізгі ұрпақтың дұғасымен пенденің дәрежесін көтереді. Сонда пенде: бұл ненің себебінен деп сұрайды. Алла тағала: сенің ұрпақтарыңның дұғасы себепті деп жауап береді. Қандай уақыт болмасын, әрдайым жаратушымызға дұға жасау арқылы ішкі жан дүниеміздегі болып жатқан арпалыстың, жасап жүрген ісіміздің хайырын, берекесін сұрау үшін дұғаны осы шарттармен орындауымыз қажет. Дұғаның қабыл болуы үшін мына дүниенің өзіндік заңдары мен себептерін ешбір ақаусыз атқаруымыз қажет. Пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, тек қана дұға етіп қана қоймай, ол үшін қажетті шарттардың бәрін орындаған. Мәселен, Бәдір шайқасында Алланың елшісі бүкіл дайындықтарын жасағаннан кейін барып, қол жайып жаратқаннан медет тілеген болатын. Сондықтан ғалымдарымыз дұғаны екіге бөліп қарастырған. Біріншісі фиғли дұға, яғни ісіміз арқылы ұлы жаратушыдан тілеу. Мысалы, жер жыртып, дән сеуіп, оны жаз бойы суарып, өсіп жетілу үшін керекті барлық іс-шараларды атқару. Мұндай дұға Алла тағаланың орнатқан заңдары мен себептерін орындау арқылы жүзеге асатындықтан көбіне қабыл болады. Ал екінші дұға қаули дұға, яғни сөзбен не жүрекпен тіленетін дұға. Қаули дұғадан бұрын фиғли дұға жасалуы керек. Іс істемей жатып жасаған барлық дұғаларды Алла тағала қабыл ала беретін болса, елдің бәрі жатып жер жалқауға айналар еді. Ал Алла тағала құлдарының жалқау болуын әлбетте қаламайды. Әр сұрағанымызды Алла тағала сол мезет бере берсе, дүниедегі тепе-теңдік бұзылар еді. Екінші, дұғаны шынайы ықыласпен жасау. Құрандағы Аллаға шынайы ықыласпен дұға етіңдер деген аят осыған шақырады. Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, біліп қойыңдар, Алла тағала құлықсыз жүрекпен жасалған дұғаны қабыл етпейді дейді. Үшінші, харам аспен қоректенбеу. Пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, хадисінде бір адамның алыс сапарға шығып, алба-жұлбасы шыққан кейіпте екі қолын көкке көтеріп, Алладан тілек тілегені жайлы жеткізе келе. Алайда оның ішкен жегені, киген киімі харам болса, дұғасы қалай қабыл болсын деген. Адамдардың көбісі дұға жасай салып, дұғам қабыл болмайды деп шағым айтып жатады. Алайда ішкен жегені мен нәпақасын қалай тапқанына аса көңіл аудармайды. Келесісі құблаға қарап дұға жасау. Пайғамбарымыздың Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, дұға тілерде құблаға қарап дұға жасағаны жайлы Жәбір ибн Абдуллах былай жеткізеді. Пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Арафатқа келгенде құблаға қарап күн батқанға дейін дұға жасаған делінген. Дұға жасағаннан кейін бетті сипау. Пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, дұға жасаған кезде қолдарын көтеріп бетін сипамастан түсірмейтін еді делінген. Қасиетті мекендер мен уақыттарда жасау. Дұға жасауға кез келген уақыт пен кез келген орын лайық. Бірақ
ерекше аталған қасиетті жерлер мен қадірлі уақыттарда жасалған дұғаның айрықша қабыл болатыны туралы да хабарлар бар. Сол хадистің бірінде құл сәжде басында Раббысына ең жақын болады, сондықтан сәждеде мол дұға жасаңыздар деген. Дұға тілегенде тек бір Алладан ғана сұрау. Құран кәрімде Алла тағаладан басқа пайда да, зиян да келтіре алмайтыннан пұттардан дұға тілемеңдер деген. Алла тағаланың көркем есімдерімен дұға тілеу. Розақ есімі арқылы ризықтың сұралуы, Рохим есімі арқылы мейірімділіктің қалануы, Шәфи есімі арқылы неше түрлі ауруларға шипа тіленуі дұғаның бір хикметіне жатады. Сол секілді Алланың басқа да есімдері арқылы жәрдем сұрау жайлы Алла тағала былай дейді: Алла тағаланың көркем есімдері бар, осылармен дұға жасаңдар деген. Дұғаны 3 реттен қайталау керектігі жайлы Ибн Масғуд пайғамбарымыз, Алланың оған сәлемі болсын, дұға еткенде бір нәрсені сұрағанда 3 реттен қайталайтын. Дұға ету, яғни Алладан қажетін тілеу мұсылман тіршілігіндегі елеулі орын алатын ғибадат түрі. Пайғамбарымыз, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, дұға мүміннің қаруы, діннің тірегі, аспан мен жердің нұры деген. Құрметтім, дұғаңыздың қабыл болуы үшін осы айтылған шарттарды жасасаңыз болғаны, және де ең бастысы дұғаңызды бір күн ғана айтып қоймастан үзбей үміт етіп сұрау керек. Ендеше бүгін сіздерге айтылған ақпараттарым ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Әрбір мұсылманның қаруы дұға екендігін ұмытпайық, құрметтім.